Қайырлы күн достар. Бүгін біз фунчозу салатын дайындайтын боламыз. Оған 300 грамм сиыр балғын етін ұзынша етіп турап, 2 ас қасық соя соусын құйып 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Бір дана сәбізімізді ұзынша етіп кесіп аламыз. Бір дана тәтті қызыл бұрыш пен бір дана жасыл бұрышымызды турап аламыз. Екі дана қиярымызды ортасынан бөліп тураймыз. Бір дана қызанағымызды да турап аламыз. Міне көкөнісіміз дайын. Енді фунчозымызды қайнаған суда 7-8 минут ұстаймыз. Кейін фунчозымызды салқын суға салып аламыз. Табамызға 30 грамм май құйып, етімізді су тарыққанша бояу отта бұқтырамыз. Егер етіңіз қатты болса, 50 грамм су құйып, тағы да бұқтырып алатын боламыз. Мінекей етіміз пісті. Енді сәбізімізді салып 1 минут қуырып аламыз. Келесі кезекте бұрыштарымызды салып 1 минуттан қуырып аламыз. Мінекей ет пен көкөнісіміз қуырылып дайын болды. Енді дайын болған фунчозымызға қияр, қызанақ және қуырғанымызды саламыз. Сосын арнайы фунчозға арналған чим-чим приправасын саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл салатқа мен тұз, бұрыш, сарымсақ ештеңе салған жоқпын, себебі осы приправаның ішінде барлығы бар. Осыны салып араластырамыз. Қыздар, салатымыз дайын болды. Дәмді, тойымды салат шықты. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер.